Жоқ, қимаймын. Потому что қиғым келмейді. Сен қиғым келмейді? Иә, мен қиғым келмейді. Мен қиғым келмейді. Аптадай баян дейді, емма пока ассалам алейкум демей, басқа айтып қаламын. Здесь все просто. Самый лучший вариант. Нет, нет, нет. Нет. 2 жылдан кейін, маған 2 жыл емес, 2 жылдан кейін Иса бүкіл әлемді. Сізге не керек? Вообще, в общем, его в режиме очень лучше. Жоқ, сізге не керек? Не керек? Просто әңгіме үшін. Әңгіме айту үшін? Я вам проститутка. Жезөкшемін ба? Маған әңгіме айтып саған келіп тұрмын ба мен? Давай, ассалам алейкум. Вот именно. Алейкум ассалям. Всем привет, я Наурзбаева Эммануэла, 2025 года, 24 июля в Казахстане, город Актебе, мечеть Нур-Гасыр, общественное место. Ко мне приставал незнакомый мне мужчина непристойными словами, действиями, жестами и намеками. 29 июля состоялся суд. В ходе разбирательства стало нам известно то, что мужчина ранее был судим по уголовному делу за хулиганство и отсидел свой тюремный срок. Также было известно нам то, что в январе было зарегистрировано заявление по той же статье, как у меня. Он приставал к другим людям в мечети. То есть моя история не последняя, не первая, а всего лишь следующая. На данный момент мужчина арестован на 5 суток. После того, как он освободится, будет проводить экспертиза. Если он и вправду болен, в таком случае его место в больнице. Если же это подделка, ложь, в таком случае это уголовное преступление. За это тюремный срок или крупный штраф. В любом случае, как решит суд Республики Казахстан. Ақтөбе қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі сотында 42 жастағы күдікті Талғат Ахметовке қатысты іс қаралды. Айта кетейік, бұған дейін желіде күдікті Талғат Ахметов Ақтөбедегі Нұр-Ғасыр мешітінде белгілі ақтөбелік блогер Эммануэла Наурзбаеваға тиісіп, жыныстық қатынас үшін бір реттік неке қиюды ұсынғаны түсірілген видео тараған еді. Сотта күдікті өз кінәсін мойындамады. Алайда сот Ахметовтың кінәсі дәлелденді деп тауып, оны 5 тәулікке қамауға алу туралы шешім шығарды. Время басылымының мәліметінше, 42 жастағы Талғат Ахметов соңғы бірнеше жылда әкімшілікте, қылмыстықта жауапкершілікке тартылған көрінеді. Мысалы, ол бұған дейін қоғамдық көлікте бір жолаушының бетінен жұдырықпен ұрып, кейін терезеден секіріп кеткен үшін 1 жыл бостандығын шектеу жазасы тағайындалған. Шапан мен сәлдені күнделікті киім ретінде киіп жүретін Ахметов жолаушының өзіне дұрыс қарамағанын алға тартқан. Тағы бір жағдайларда ол ескі қалалық мешіттің келушілеріне балағат сөздер айтқан үшін 5 және 15 тәулікке қамауға алынған.